Жамбыл ауданына қарасты Қапал ауылының тұрғындары жақында болатын сайлауға бір ауыздан бармаймыз деп дау шығарды. Сөздерінше кандидаттарды іріктеуде әділетсіздік орын алыпты. Редакция ұжымы тұрғындармен кездесіп, жауаптылармен жүздесіп, мәселенің мән-жайын анықтап қайтты. Сюжеттен көріңіздер. Жаңа тәртіпке сәйкес ауыл аудан әкімдерін халық сайлайды, алайда ауыл халқы әкімді біз сайлап жатқан жоқпыз дейді. Бүгін біздің редакциямызға Жамбыл ауылдық округіне қарасты Қапал ауылының тұрғындары өз арыз-шағымын жеткізді. Сөздерінше, жақында болатын сайлауда өздерінің ауылынан шыққан сайланушының кандидатурасын орталық сайлау комиссиясы қабылдап, сайлауға 2 күн қалғанда тізімнен шығарып тастапты. Игіліков Жәнібек осы Қапал ауылының тұрғыны, 13 жылға жуық әкімдікте жұмыс істеген маман. Ауыл мәселелерімен жіті таныс. Алдағы болатын сайлауға тұрғындардың ниетімен өз кандидатурасын ұсыныпты. Ұсынысы қабылданып, тізімге енгізіліп, сайлау алды жұмыстарға кірісіп кеткен. Алайда күні кеше тізімнен алынып тасталды деген хабар келіпті. 18 май күні әкімдікке сайлау болатын күні еді. 18 май күні. Сол маған 15 күні сенің документің дұрыс емес бір жері деп маған отказ деп сайлау немді бағдарламадан алып тастайын деп отыр. Сайлауымды. Осы қатыспайсың деп. Себеп 2014 жылы Қырғызстанға өткен кезде соны неге қағазға жазбағансың, бізге көрсетпегенсің деп. Ол кісілерге барып жүгіндім, бірақ ол кісілер айтты, сотқа берсең де, қайыққа берсең де, өзің білесің, біз жоғарыдағы неге қағазға сүйенеміз деді. Бұл хабарды естіген халық наразылығын білдіріп отыр. Тіпті тізімдегі басқа сайланушылардың кейбірін мүлдем көрмегенбіз дейді. Бұлай жалғасатын болса, бүтіндей бір ауыл болып сайлауға бармаймыз деп отыр. Кішкентай ғана ауылымыз. Мына баламызды кәдімгі үкілеп неге қосып едік. Кандидатурасын сайлауға қостық. Болмайтын болса, сайлауды бір ай ғана тоқтатсын. Солай ма? Шегерсін де біздің баламыздың кандидатурасын қайтадан есепке алсын деп айтқымыз келіп тұр. Бұсын өзі осы неде біздің ауылдық округте 13-14 жылдай болды жұмыс жасап жатқанында. Бұл ауылдың тірлігін барлығын жақсысын біледі. Кім қалай жүр, қалай тұр барлығын біледі. Енді не үшін ол кісінің біздің ауылдың адамның кандидатурасын алып тастайды? Егер мынау сайлауға біздің ауылдан кандидатты тіркемейтін болса, біздің ауыл 100% сайлауға бармаймыз. Халықтың базынасын тыңдадық. Неліктен бұл шешім сайлауға 2-3 күн қалғанда ғана шықты. Мәселенің ақ-қарасын анықтап, мән-жайды білу үшін аудан орталығында орналасқан орталық сайлау комиссиясына келдік. Кешегі 5 азаматтың арнайы тексерудің нәтижесі теріс нәтиже келді. Соған сәйкес кандидаттар аумақтық сайлау комиссиясының шешімімен кешегі күні алынды. Бұл жерде заңда көрсетілген арнайы тексерудің теріс нәтиже алынған жағдайда деген пункт бар. Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы шешім қабылдауға құқылы. Сіздер секретіне қатып бізге аумақтық сайлау комиссиясына келмейді, аудандық әкімшілікке келеді. Кешегі күні мен барып хақты алдым, келдім де сразу шешім шығарып қатыстырып шақырдым. Жауаптылар 5 кандидаттың тексеру құпия қағазы кеше келді. Біз тек заң жүзінде шешім қабылдадық деп сендірді. Мәселе енді сотта қаралып жатыр. Тек жауабын күту керек. Дәулет Акимов, Мейрамбек Сағынов, Нұрбол Қыстаубек, 24 News.